Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. YouTube желісінде қазақ тілді контенттің қарасы күн санап артып келеді. Осы орайда Орда ақпараттық сараптамалық порталы дәл осы платформада қазақ тілінде ақпарат таратуды бастамақ. Біз бүгін елдің есін екеу, түсін төртеу еткен айтулы жаңалықтарды бүге шүгесіне дейін талдап жеткіземіз. Ендеше аптадағы айшықты оқиғаларға шолуды бастайық. Ел іргесін кірпік қақпай күзететін азаматтар бар деп жүргенде сатқынның бәрі сол жерден шықты. Қаралы қаңтар Қазақстанға біршама сабақ болған секілді. Ұлттық қауіпсіздікті күзетемін деп мойнына міндет алған Мәсімов сотталды. Сот Кәрім Мәсімовті 18 жылға бас бостандығынан айырып, оның мүлкін тәркілеу туралы үкім шығарды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасының 3 орынбасарына да жаза белгіленген. Атап айтар болсақ, Садықұлов 16 жылға, Ерғожин 15 жылға, Өсіпов 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Кәрім Мәсімов пен Садықұловқа мемлекетке опасыздық жасау, билікті күшпен басып алу, билікпен лауазымдық өкілеттілігін асыра пайдалану, Ерғожинге билікті күшпен басып алу, билікпен лауазымдық өкілеттігін асыра пайдалану, Осиповке билікпен лауазымдық өкілеттігін асыра пайдалану айыбы тағылған. Қаңтарда Қазақстанның жағдайын айтамын деп жер жастанған 238 боздақтың қаны 4 адамның ғана мойнына жүктеле ме? Бұл әзірге белгісіз дүние. Ал біз әрі қарай кеттік. Шекара асып, шетел асқан Серік Күдебаев ұсталды. Қаралы қаңтарда әйелдер мен балаларға оқ атпадым деп ақталған Алматы облысы полиция департаментінің бұрынғы басшысы 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Айтмой рахмет. Я не виновен. Свой народ не стрелял. Женщин, детей. Пыток не было. А терпевшие отрицают. У меня все. Рахмет. Приговор именем Республики Казахстан 28 апреля 2023 года, город Талдыкурган. Талдыкурганский городской суд области Жетысу в составе председательствующего судьи МВД, пресс-секретаря судебного заседания Садыбековой с участием государственных победителей, прокуроров прокуратуры области Жетысу Кудырбаева, Жумагулова, переводчика Туйгубековой, потерпевших Ахмедьярова, Абдрахманова, подсудимого Кудебаева, защитников адвокатов Кобжанова и Баймакова, рассмотрел в открытом судебном заседании с применением аудио-видеофиксации уголовного дела. Серік Күдебаев 2022 жылғы қаңтар оқиғасы кезінде лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланды деген айып арқалаған еді. Прокуратура полиция департаментінің бұрынғы басшысы ведомство ғимаратын тастап кеткенін айтып, жазаға тартуды сұрады. Күдікті ауруына байланысты сот отырыстары бірнеше рет ауыстырылған еді. Наурыз айының соңында оның елден қашып кеткені белгілі болды. Ресми ақпарат бойынша Алматы облысы полиция департаментінің бұрынғы басшысы Түркияда ұсталып, арнайы бортпен отанына қайтарылған. Күдебаевтың отбасы оның өзі елге оралуға шешім қабылдағанын айтады. Уважаемые казахстанцы, я обращаюсь насчет генерал-майора Серика Күдебаева. Я являюсь сыном. Некоторые СМИ пишут неофициально, то есть фейковую информацию о том, что был задержание. Это была фейковая информация, потому что отец позвонил моему младшему сыну и сказал, что он всех любит и возвращается на свою родину. И оттуда его забирают. Қазақстанның бас прокуратурасы экс-генерал Серік Күдебаевқа тағылған айыптың жай-жапсарын жариялады. Тергеу оның кінәсінен қала қорғансыз қалды деп есептейді. Сонымен қатар, оның келісімімен 23 азамат азапталғаны айтылды. Осы аптада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының Әділетті Қазақстан бірлік, тұрақтылық, даму атты 32-ші сессиясында сөз сөйлеп, елдегі шешімін таппай шиеленіскен оқиғаларға қатысты пікір білдірді. Стратегическим направлением нашей политики остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами. Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. Жиында айтылған маңызды мәселелер мынандай: ел бірлігі, қазақ тілі, этносаралық қатынас және ассамблеяның маңызы мен міндеті.
Бірлік бар жерде тірлік бар дейді дана халқымыз. Елде бірлік болмаған жағдайда саяси экономикалық реформалардың жүзеге аспайтын айтқан ел басшысы тыныштықты теңдесі жетістікке балады. Халқымыздың ынтымақ бірлігі бұл тағдырдың бере салған сыйы емес. Бұл ең алдымен жұртымыздың күнделікті табанды еңбегінің арқасы екенін дұрыс түсінуіміз керек. Сондықтан біз бірлігімізді күн сайын нығайтып отыруымыз қажет. Яғни татулық пен келісім халқымыздың өмір салтына айналуға тиіс. Әйтпесе елдікті сақтап қалуымыз өте қиын болады. Алқалы жиында қазақ тілі тақырыбы да босағада қалған жоқ. Елден енші сұрап, ірткі салатын сепаратистер туралы естідім екен. Мемлекет басшысы қазақ тілі ғылыми прогресс пен білімнің озық жетістіктеріне жол ашатын құралға айналуы керек деген пікір айтты. Сондай-ақ мемлекеттік тілді оқымаған және тиісті деңгейде меңгермеген азаматтар тіл білмеген үшін қысым көрмеуге тиіс екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев этносаралық қатынасқа қатысты кез келген арандатудың жолын кесетінін жеткізді және Қазақстан Халқы Ассамблеясы бірлікті нығайтуға қызмет ететін бірегей құрылым екенін баса айтты. Ардақты ағайын, жаңа Қазақстандағы айшықты ақпаратты айтуда тосылмау, биліктің былығы мен шенеуніктердің шалағай тірлігін жасырмау біздің міндет. Өздеріңіз білетіндей, біз қаралы қаңтарда оқ пен оттың ортасынан ақпарат тараттық. Ел халықтың игілігі үшін қызмет қылатын ақпарат арнасын қазақ тіліне бет бұрған бастамасын қолдаңыздар. Арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағай.